Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін біздің жаңа тақырыбымыз мейірімді Нұрай. Тема нашего урока – мейірімді Нұрай. Мейірімді – это означает доброе, доброжелательное. Нұрай – это имя человека. Сабақтың мақсаты берілген тақырыпқа қатысты сөздерді табу және сөйлеу барысында қолдану. Сабағымызды бастамас бұрын жаңа сөздермен таныс боламыз. Мы сейчас с вами познакомимся с новыми словами. Сындырып алу – разбить. Сынған ыдыс – разбитая посуда. Көмектесу – помогать. Балалар, жаңа сөздерді қайталаймыз және есте сақтаймыз. Еще раз повторите новые слова и запомните, ребята. Келесі бізде үшінші тапсырма 59-ші бет. Прочитаем текст. Нұрай өте мейірімді қыз. Нұрай очень добрая девочка. Ол бүгін әжесіне көмектесті. Көмектесті, бүгінгі жаңа сөз помогла. Она сегодня помогла своей бабушке. Ыдысты жуды, помыла посуду. Бір ыдысты сындырып алды. Сындырып алды, балалар. Это разбить посуду. Нұрай сынған ыдысты әжесіне берді. Әжесі кім сындырды деп сұрады. Мен, деді ол. Нұрай оған жылады. Кто разбила посуду? Спросила бабушка. Я, ответила Нұрай. Не плачь же, ребенок мой. Жылама, құлыным. Сен өтірік айтпадың, шындықты айттың. Сен ақылдысың, деді әжесі. Ты сказал мне правду. Ты умная, говорила бабушка. Келесі тапсырма айтылым. 4-ші тапсырма 59-ші бет. Диалогты толықтыр. Мы должны ответить на эти вопросы, ребята, устно. Первый вопрос у нас: Нұрай қандай қыз? Нұрай өте мейірімді қыз. Нұрай очень добрая девочка, да? Ол кімге көмектесті? Кому она помогла? Она помогла своей бабушке. Ол өзінің әжесіне көмектесті. Ол нені сындырып алды? Сындырып алды, разбила. Бір ыдысты сындырып алды. Она разбила посуду. Қандай балалар өтірік айтпайды? Ақылды балалар өтірік айтпайды. Келесі балалар, письменное задание, жазбаша тапсырма. Пишите в тетради. Екінші тапсырма, второе задание. Көп нүктенің орнына тиісті қосымшаны қойып жаз. Вместе многоточия вставьте нужные окончания. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. До свидания, ребята.